Ассалаумағалейкум, ардақты ата-апалар, ағайын туысқандар, аға бауырлар, амансыздар ма? Алла елімізді аман, жұртымызды тыныш қылсын. Мына елімізде болып жатқан жағдайды көріп барлығымыз алаңдап отырмыз. Шыны керек, мына күндіз-түн жібермей қарап отырмыз. Алладан тілеп жатырмыз. Шынымен аға бауырларға, інілерге қолдан келгенше түсіндіріп айтып жатырмыз. Мына сабырлықпен қарайық, парасаттылықпен, даналықпен қарайық деп жатырмыз. Бауырымыз жақсы айтып жатыр. Мына қарайық, жайық, өртейік деп жатқан жастарға ондайға бармаңыздар. Араңдатушылардың азғыруына ермеңіздер. Ішкі сыртқы жаулар осындай кезде пайдаланып кетпесін. Ондайларға жол бермейік. Аға бауырлар, қалада, далада, елде, жерде, мына ғимараттардың барлығы сізбенен біздікі, сізбен бізден басқа ешкімге керек жоқ, қазақ баласыныкі. Сондықтан ондай нәрсеге бармайық. Даналық, парасаттылықпен, сондай бір көрегендікпен шешейік. Мына жоғарыда отқан, үкім шығарып отқан, үкіметтегі аға көкелеріміз, алаңда жүрген біреуіңіздің бауырыңыз, ініңіз, жиеніңіз, нағашыңыз, туған туысқанымыз, барлығымыз бір қазақтың баласымыз, бір берекелі шешім шығарыңыздар. Мына қиналғаннан шығып жатыр жанайқай. Мына әжемді, апамды көріп, жүрегім ауырып кетті шынымен де. Қарындастарымды көріп, тамақ істеп, алаңға апарып, ОМОНға да, СОБРға, полицияға, халыққа бәріне таратып жүр. Балаларым күн суықта тұрсыңдар ғой. Бәріміз бір қазақтың баласымыз, мүддеміз бір, ниетіміз бір, бөлінбейік. Барлығымызға бір берекелі дұрыс шешім шықсын. Елімізді амандықта, тыныштықта сақтап қалайықшы. Алла жар болсын ағайын.